Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен жасалу жолы өте оңай және де өте арзанға түсетін дәмді панчо тортының рецептісімен бөлісетін боламын. Сіздер де жасап көріңіздер. Бірінші бисквит пісіріп аламыз. Толық құрамы описание бөлімінде жазылып тұрады. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқа саламыз. Одан кейін шым-шым тұз, құмшекер салып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Миксермен жақсылап араластырамыз. Егер сізде миксер болмаса, венчикпен немесе вилкамен де араластыруға болады, бірақтан ұзақ уақытты алады. Жұмыртқаны осылай ағарғанша араластырамыз. Сосын үстіне сұйық майды және де сүтті қосып бір араластырып аламыз. Енді үстіне құрғақ заттарды саламыз. Оның үстіне 40 грамм какао және де 1 шай қасық разрыхлитель қосып електен өткіземіз. Барлығын жақсылап араластырып, қою масса шығарамыз. Бисквитті осындай жалпақ үлкен табада пісіреміз. Бетіне пергамент қағазын төсеп, барлығын құйып, бетіне жақсылап жайып шығатын боламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 35-30 минутта пісіріп аламыз. Енді крем дайындайтын боламыз. Бізге кремге қаймақ және де сахар немесе сахарная пудра керек болады. Сахар ергенше барлығын жақсылап араластырамыз. Венчикпен араластыра берсек болады. Бисквит піскеннен кейін оны суытып, қағаздан аламыз. Бізге осындай терең ыдыс керек болады. Ең алдымен астыңғы фундаментін кесіп аламыз. Ол үшін дәл видеодағыдай етіп, ыдысымызды қойып, формасын келтіріп аламыз да, ішкі бөлігін кесіп аламыз. Кесіп алғаннан кейін қалған бөлігін 4 бұрышты етіп кесеміз. Барлығын кесіп болғаннан кейін жаңағы шұңқыр ыдысымызға осылай пищевой пленка төсейміз. Тортты осы ыдыстың ішінде жинайтын боламыз. Енді жаңағы кескен әр коржды кремге батырып, ыдыстың ішіне салып жинап отырамыз. Артылған кремді алып қаламыз. Енді бетіне жаңағы ең астыңғы фундаментін ең бетіне саламыз. Кейін бұл тортты төңкеріп алатын боламыз. Енді осы жиналған торттың бетін жауып, тоңазытқышта 5-6 сағатқа немесе түнге қалдырамыз. Тоңазытқыштан алып, бетін ашып, бетіне ыдыс қойып төңкеріп аламыз. Міне біздің торт осылай көрінеді.
Бетіндегі пленканы аламыз. Міне біздің тортымыз дайын. Енді сыртына қалған кремді жағып, шоколадпен сыртын әсемдейтін боламыз. Міне біздің тортымыз дайын. Енді кесіп, жей берсек болады. Дәмі өте керемет шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк басып, каналыма тіркеліңіздер.